Біз кредитті қай кезде аламыз? Біз киім алу үшін алмаймыз, тамақ алу үшін алмаймыз. Ұлды үйлендіргенде қызды ұзатқанда аламыз. Кредитті сол кезде аламыз бар ғой. Біз алып аламыз да, сосын төлейтін уақыт келгенде қысылмаймыз ғой. Ана бізде КВН-да Ярослав Милёхин деген жігіт білесіңдер ғой, Ярослав, Ярик. Сол мен бірге жүремін ғой. Кредит алса, яғни 3 күн қалған кезде кредит төлеудің уақыты жақындаған түрінен білем ғой. Что случилось десем? Да, кредит там завтра. Ну нормально, закрой, что-нибудь придумай. Менде де кредит бар. Маған 3 күн, как будто 3 ай бар секілді жүремін әлі. Біз спокойныймыз ғой. Біз жалпы кредит алып аламыз да қысылмаймыз ғой. Үші түнде жатарда ойлап жатасың, қай банктен алсам екен. Бір банк бізге аз, үші екінші банк бізде ойлап жатамыз бар ғой. Үші банктен звондаса, не болды құрсын төлейміз ғой. Сотқа беремсе, соттап жіберді ал дейсіңдер маған. Уже банктың өзі звондауға қорқады уже бар ғой. Сондай қалыппыз бар ғой. Кредиттің өзін қазір телефон арқылы спокойно алуға болады. Арқа телефонмен қазір мынандай шығыпты, мен соған таңғаламын. Ана ішінде бір круг болады, басын бүйтіп айналдырып отырады екенсің. Бүйтіп айналдырасың бүйтіп. Поверните, бәріміз білеміз ғой, жасыратын ештеңесі жоқ қой. Еще сондайда, как будто сені ан жақтан біреу қарап тұрғандай, түріңді күшті қылып кәдімгі. Модельный түр жасап. Бүйтіп айналдырасың ғой кәдімгі. Бүкіл басыңның астының, бүкіл мойныңның асты, анандай фото сенде өзіңде жоқ шығар құрсын бар ғой. Құлағыңның арты бәрін.